баспайды әбден түсіндіріп алып дұрыс қой. сөйтіп жеткіземін. Дұрыс қой. Қостың ба? Иә. Мазас деген жерде біздің туған ақынымыз өткен екен. Сол бір күні осы Мазас ауылында Кенжеғұл деген Нұртуғанның әкесі орда үлкен дастан айтып, кәдімгі бүткіл осы қаладан барған балықшылар келіп, әкесінің жырын тыңдап, сол салған ауын балығын ұмытып кетеді екен дейді. 2-3 күн тыңдап отырса, бір күні жаңағы Кенжеғұл әкеміз, бабамыздың әйелі Айсұлу деген кемпірі екіқабат екен дейді ғой. Сол жырын тыңдап отқан кезде түннің бір уағында шырқырап баланың дауысы шыққан екен дейді. Сонан осы Нұртуған бабамыз, атамыз туған екен дейді ғой. Ал енді мынау Әбсәттір Оспановтың кішкентай жаңағы кітапқа жазғаны бар, қанекей тілін сөйлесің ішінде. Бірақ енді мен аяғына дейін жаттағаным жоқ, бірақ енді Нұртуғанның Жақайым Бәйімбетов болғасын кішкентай бір айтып берейін. Сол қабыл алды. Дегендей, окей. Сылық қылып, сылаң қағып ағатын кейдер келім мұң бір алып, аралдың айдынына асыққандай кейде бір зымырайтын бурханы. Толқындар асыл салса, иілім қағып кетердей асуарын тасы жарбы, дарияның салқы болған мінезіне Ақшатау тұрушы еді-ау қайранғаны. Өзеннің арсығы мол, осы тұсын талшық балығыменен ұшқан құсын, жайлайтын әнші жыршы кедей аулау өткізіп, сол жағада-ау жазықсы. Ол жерде Мырзас ауылы дейді қанық, Мырзасқа бақыт қонған өлең дарып, кеш болса көкке самғап сиқырлау ең жаныңда тербететін баурағаны. Түн мезгіл осындай бір жайма-шуақ, керуені қиуадан келген құлап, отбасын Кенжеғұлдың кедейсінбей, отырды саудагерлер болып қонақ. Азабын артқа тастап көп сүргіннің, кезеді қалғи берген кейбірінің, шіреткен нәрістенің ашы дауысауы, түндігін тіліп өтті-ау тылсам түннің. Дүркіреп құйықты қотандағы, атанда шөгіп жатқан құлпаңдады-ау, Кенжеғұл киіз үйден атып шығып, деп тұрды бергеніңе шүкір дағы. Аллан нұры жауған күні, Айсұлу тоқпақтайын туған күні, қариялар атын айтып атын қойып, Нұртуған болсын деген жүрілей. Жылы 1887 ашылған сәби үшін тарих беті, ұрпағы Кенжеғұлдың дейді енді, атасы-ау Жақайымның Бәйімбеті. Тегі жақсы тек жатпайды, суған кішкентайдан жыр жаттайды, ұшқыр сөзі ертек дастан қағманып, халықтың қарнасынан тояттайды.
Anası Ayşulu'da dili dağı, yetegi hiyanın bilgiriydi. Tel çıkıp söylegenin bir karayı, kulakka söz asılın sindiridi. Jasından iyilik oldu kıyma kulak, 25 yaşındaydın kuylu kulak. Kelgende 10 yaşında ana söylep, sonunda iş kılaktım çırdırlap. Ayrılıp şıldan son akesinin, yekevi jetim kaldın isminin. Dirdiktip baydım koyun baktı bala, kıbrısın kiyip aketirsin giyin. Bir Allah biri gördük kuat kışın, koymakta kora saldı ölmesi için. Aşırıp günü boyav geçken işte ay, tanaktım baydan kaldan rundusuna. Ey berekelde beki sağ